Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен Гүлнұр сіздермен жасалуы өте ерекше жечелпек рецептісімен бөлісетін боламын. Құрамына ас содасы, разрыхлитель, ашытқысыз жасайтын боламыз. Ең әуелі бізге үлкен көлемдегі бір пиязымыз қажет болады. Пиязымызды осылай қабығынан ажыратып тазалап аламыз. Қабығынан ажыратылған пиязымызды 6 бөлікке бөліп, ыдысымызға салып, оның үстіне алдын ала дайындалған суымызды құйып, отта 20 минуттай қайнатып аламыз. Осы уақыт аралығында біздің пияздарымыз бір-бірінен ажырап, суы сарғая бастайды. Енді осы суымызды тұндырып, салқындатып қоямыз. Салқындаған суымызды осылай ыдысымызға құйып, оның үстіне шамалы қантымызды, тұзымызды және де шамалы ғана майымызды қосып, осылай қасығымыздың көмегімен жақсылап тұзымыз бен қантымыз ерігенше араластырып аламыз да, алдын ала електен өткізілген ұнымызды осы суымыздың үстіне құйып, қолымыздың көмегімен жақсылап илеп алып, бірден ұн себе отырып, осы қамырымызды 7 бөлікке бөліп дайындап аламыз. Бөліктерге бөлінген қамырларымызды шелпек тәріздес етіп, домалақтап жайып алып, алдын ала қызып тұрған майымызда 2 беті де сарғайғанша жақсылап пісіріп аламыз. Достар, егер менің каналым ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Дәл осы рецепт түрімен сіздер де жасап көріңіздер. Рецептін описание бөлімнен таба аласыздар. Міне, ең алдымен бір бетін, одан кейін екінші бетін осылай қызартып пісіріп аламыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода жолыққанша мен сіздерді өз каналымда күтемін. Сау болыңыздар.